Қазір енді Кендала 2 сияқты мал шаруашылығында 5% берейік деп отырмыз. 50 миллиард республика бойынша бөлінеді. Мал шаруашылығымен кім айналысады, оған да кредит жеңілдетілген 5% береді. Сосын қайта өңдеу переработкаға, оған да 5% кредит беріліп жатыр қазір. Кімде мясокомбинат, мелкомбинат, жаңағы сүт өңдеу заводтар болса, оны алуға болады. Жүн, тері өңдеймін дегендерге, қазір жүн мен теріге бұрын пошлина болса, шығара алмай экспортқа қиналып далаға лақтырып жатты ғой. Қазір ол пошлинаны да алып тастадық. Жағдай жасап жатырмыз, шетке экспортқа шығара берсін деп. Өзіміздің заводтарға өңдейтін, оларға субсидия беріп жатырмыз. Кім өткізеді, фермерлер соған субсидия алады. Мынау қазір Ақтөбе облысында ана жұмада болып келдім, жаңа завод салынып жатыр. Жүн өңдеу. Ол жерде цветной жаңағы қара жүн болсын, ақ жүн болсын, барлығын алатын болады. Ол жер утеплитель шығармақшы. Уже қазір август айында іске қосады ол заводты. Жақсы үлкен завод. Сондықтан бүкіл жүнді республика бойынша соларға өткізуге болады. Сондай біраз жұмыстар мемлекет тарапынан көп жұмыс жасалып жатыр. Мемлекет басшысы өзі бақылауда ұстайды. Жұмыс жоғары деңгейде жүріп жатыр. Енді біз тек қана нәтижесін көрсету керек. Мұндай қолдау 30 жылда болмаған.